қатын дейді, тыңдамай ұрыс шығара береді, не істейін дейді. Ол саған намек айтып жатыр. Маған бір нәрсе подарит ет деп жатыр. Мені қара деп жатыр. Менімен жақсы сөйлес деп жатыр. Бұл саған құрмет деген сөз. Сені түсінсін деп жатыр. Сені мүмкіншілік бермей жатсың деген сөз. Әйелдің көңілін таппай жатсың деген сөз. Үйден шығармай қылқындырып жатсың деген сөз. Оған зұлымдық өтіп жатыр деген сөз. Қалай десем болады? Насихат бермей жатсың деген сөз. Внимание жоқ дейді. Қазір әйелдердің бәріне внимание жетпейтін бәле болды. Психологтар шығып бәріне внимание жетпей жатыр. Сол вниманиясы керек ол әйелге. Внимание жаса. Тыңда. Бір жарты сағат нервыңды жинада, телефонды былай қойда отырып былай тыңда. От души айтсын. Картошка, макарон, подружка, одноклассница бәрін айтады. Соның бәрін айтқысы келіп жатыр сенімен. Жарылатын болды. Ана неге Инстаграмға профиліне жазып елді бәрі біледі. Енді сен білмей жатсың, соны намекті білмей жатсың. Кезінде Омар деген кісіге бір әйел келіпті. Келіпті айтты, мен ажырасам, талағымды алып бер депті. Деген ол кезде сот жоқ қой, енді Омар шешеді, қази шешеді. Қазір прокуратура жоқ, не жоқ. Сонымен Омар енді жоқ депті, қой депті. Тағы келіпті да айтыпты, менің күйеуім намаз оқи береді депті. Күйеуі жақсы екен, намаз оқи береді. Түні бойы намаз оқиды, күндіз бойы ораза депті. Баш деп шығарып жіберіпті. Үшінші рет тағы келіпті, күйеуім намаз оқи береді, ораза ұстай береді десе, тағы бар деген кезде қасында біреу айтты. Шұрайық деп айтылады, сол кісі айтыпты дейді. Бұл сізге бір намек айтқысы келіп тұр, халифа, күйеуім намаз оқи береді дегені маған қарамайды, күндіз жақындайын десем аузы ораза, намек айтып жатыр депті. Солай ма депті, солай депті. Онда оның үкімін күйеуін шақыр депті, күйеуіңді келеді. Сен күйеуінен сұрапты, сен неғып қарамайсың мынаған десе, мен оразаны жақсы көрем депті, өлі-өлгенше ораза ұстап өтсем депті. Намазшы десе, түні бойы намаз оқиды. Әйелдің қасына жатпайды да, намаз оқи береді, таң атқан. Сосын айтты, бұл намектап жатыр, намаз оқиды, күйеуім жақсы адам, бірақ ол намазда проблема жоқ, мені құшақтамайды деген сөз. Сол сияқты әйелді құшақтап айтып, жаным деп айт, жақсы сөздеріңді айт сол әйеліңе. Ертең бір күні табытын құшақтайсың соның. Достың көңілін жығарсың, әйеліңнің ісін сынарсың, күні біткен күні қабірін қазып жыларсың дейді. Соқтан өліп қалғанда жылаған не? Қазір внимание жетпек. Соны құшақта, маңдайын сүй, қолын сүйіп қой. Бірақ елдің алдында істемен, торговый үйде ұят болады. Қазір магазинде құшақтап жүрген арам. Дұрыс емес ол. Олай істеме. Спальняға кірді, соны сол жерде жақсылап оформить ет, сөйлес, айналайын деп. Мен мәмінен айтып жатырмын. Мен төсек мәселесін айтып жатқан жоқпын. Мына сөйлесуді айтып жатырмын. Неге спальняға кірді? Өйткені ашылады да сол жерде. Жақсы ойын айтады. Залға отырып балалардың бәрін отырғызып қойып, кәне айт десең маман көзінше айта алмайды, ол ауыз бітеліп қалады. Одан бетер жынданады, тісін қайрайды. Сол үшін ешкім жоқ кезде бәрін шығарып қуып жібер, содан кейін отырып алып тыңда. Мынандай болады. Беташарды менен сұрайды біреу интернетте. Беташар біз қазақ сәлем салады ғой келіндер. Былай салады, әртүрлі бар ғой енді. Сол сәлем салу жоқ қой шариғатта. Пайғамбардың әйелдері, қыздары сәлем салған ба дейді. Бәрі қайтып пайғамбарға керек дейді, жақсы ғой, бірақ соны жарықтықты аңдамайды. Мен айттым, сәлем салу біздің салтымыз дұрыс. Ол керек дүние, үлкендердің құрметі ол. Десем, сіз ескі тарихты кітапты оқы дедім. Неке қиған кезде қыздан ризасың ба деп ұлдан сұралғанда ол жауап бере береді. Иә, бәленбайдың қызы Түгеленбайға үйленуге ризамын деп жауап береді. Қыз жауап бермейді, дауысы ұят болады. Байдан өлген екен деп айтады біздің халықта. Сол үшін не істейді? Бәленнің қызы Түгеленбай, бәленнің баласы Түгеленбайға күйеуге шығуға ризасың ба деген кезде қызымыз бірінші сәлем салады екен. Қыздың келіннің сәлемі некеден басталады. Неке сәлем салды, ризамын деген сөз болады. Сөйтіп айтсам, иә, бопты дейді. Бірақ не пайдасы бар дейді да? Мен айттым, келін, mesela бірақ жерін айтайын дедім. Қандай дейді? Белің грыжа болмайды, сәлғыш деді. Еңкейе береді, жаман болмайсың өзі. Деген дүниені айтып келіп, біздің салтымыз, құндылығымыз, дәстүріміз, ұлағатымыз мәңгілік болсын деген сөз айтамын. Рахмет. Мен әкем өлейін деп жатыр, дем салып беріңізші, шешем ауырып жатыр, дем салып беріңізші деп барам. Қиналып жатқан балаға қараймын да, жақсы көреді екен ғой деп үйге кірсем, ауырып жатқан әкесінің, өлейін деп жатқан, өлім төсегінде жатқан әкесінің простынясының, оранып жатқан простынясының кірін көргенде балаға қараймын да.
Сол өліп қалғанда жылайды анау бала. Қалай жылайды десеші, көз ақпан, қалай жылайды. Тірі кезінде күнде соны істеп жатса мейлі, өз қозғала алмайтын қалды, өз мынандай шынашақтай болып қалды. Соның төсегін бір ауыстырып қойған отырған не бар? Айлап ауыспаған простынясында жатқандарды көріп жатырмыз. Шешем ауырып жатыр деп, шешенің басындағы орамалының кірін көрсең кісін, мұрнын сүртетінді басына киіп қойған талай көріп жүрміз. Сондықтан сол адамдарды өмір сүріп жатыр арасан. Сондықтан осындай нәрсе болмасын, барында кигізіп, барында қарап, айтып отырмын ғой, мәселе алтын күміс кигізуде емес, мәселе жақсы алтын күміс бала бола білуде. Бізге анау әке-шешемді риза қылам деп, сенің әке-шешеңді риза қылғаның сол, соған сөз тигізбеші. Сөз тигізбе, өз семьяңды өзің сүрі, телміріп ақша сұрама, өзіңмен өзің болсаң, бұл жақсы болады. Сен әке-шешені бақытты қылдың дей бер. Ең бақытын төбеге жеткіздің. Ал енді өзің жармағасың, еще әке-шешеңе ақыл үйретіп оған, ол жақсы нәрсе емес осы. Ең құрған нәрсе осы. Сондықтан Алла жақсылық. Қызым 13-те. WhatsApp'ты көріп қалдым. Предсмертная записка деп жазып, меня никто не любит, братишка обижает, то одноклассники деп жазғанын көрдім. Не істерімді білмей ұрыстым. Қалай дұрыс тәрбие беруге болады дейді. Ол тек қана сіздің балаңызға емес, қазіргі көп ата-аналарға, балаларға деген дүние. Бұның себебі балалармен сөйлеспегендіктен, көңілін сұрамағандықтан. Қалай сұраған жоқпын дейсіз қойса сразу. Мен күнде шай ішемін, бірге сұраймын, бәрі дұрыс па, сабағың бәрі дұрыс па, қарның тоқ па деп сұраймын. Сол тәрбие ма? Сол сұхбаттасу деп ойлайды. Көп адам солай ойлайды екен. Бәрі тоқ па жаным, кешірім, болды. Жақсы ма? Үй жаным бар, шүкір болды. Бол бар, жат телефонын көр. Деген осы тәрбие, осы үйрету деп есептеген адам өмірден ұтқызған адам, баласын жоғалтқан адам. Қазір өзі жоғалтқандардың заманы. Кредитте емес, ақша емес, қазір бала жоғалтқан заман. Физикалық емес, физиологиялық емес, рухани бала жоғалтқандармыз бәріміз. Бәріміз деп айтып жатырмын, бөліп жатқан жоқпыз кімді. Бәріміз бала жоғалтқандармыз. Қалай? Тәрбиемен жоғалтқан адамдармыз біз. Сол баланың көңілі өсіп келе жатқан кезде қажетті біз анау күнделікті анда-санда деген ол тәрбие емес. Сол керек кезінде, мысалы, сіздің тура қышыған жеріңіз мына жер болса, біз бір аптадан кейін кеп мына жағыңды қасығанда не пайда? Сол сәтте сіз баланың мұңын бөлмегенсіз. Сол балаға қажетті болған Алланы жүрегіне салып бермегенсіз. Егер бала Алласын таныса, Алла не үшін Алла деп айтамыз? Өйткені Алла өз-өзіңді өлтірме деп айтады. Өйткені Алла әке-шешеңді сыйла деп айтады. Алла қасыңдағы адамдар саған жаманшылық жасаса, жақсылық жаса, жақсылық жасамаса, өзіңді сақта деп айтады ондай жамандардан. Біреуге тәуелді болма деп сол Алла үйретеді. Алланың дінін үйретіп қойсаңыз, сіз жатасыз демалып құротта, болды. Балаң бақытты болуды қалайсыз ба? Балаңызға Алланы танытып қойсаңыз болды. Ол айналып келіп сіздің қызметіңізде болады. Мен сені оқыттым, мен саған осынша ұйықтамай жұмыс істедім деп еңкілдеп жылағаннан бала ешнәрсе түсінбейді. Біздікінің көп ата-анасы, мен саған тамақ пісіргем, мен сені 17 рет емізгем, сол кезде сені әкең тастап кеткен кезде мен саған осындай жасағам деп не әкесі айтады, не бала оны қабылдай алмайды да, қабылдамайды да. Сен міндеттісің деп түсінеді қазіргі балалар. Бәрін түсініп алыңыздар. Бала ты обязана деп үйретеді саған, мамасына. Менің я причем дейді, мен тудырған, мен тулам деп туылған жоқпын ғой. Фактически баланың ойы дұрыс. Бала сізден сұрады ма, мен туыл деп. Жоқ, сен оны тудырдың ба, сіз жауаптысыз, болды, это ол сенің проблемаң деп айтады. Сен мені үйрету керексің деп айтады. Сол үшін Алланы таныт дегенім сол. Ана психолог, коуч-моучлардың бір тиынға керек жоқ. Олар бұндай бай болса керек жоқ, бұндай әке-шеше болса керек жоқ дегендер боғауыз сөйлеп атқан коучлардың талайын білеміз. Екі сөздің бірі посылать етіп жіберетіндерді. Сол посылать етіп қалғандың күйі бізге жеткені сол. Сол үшін ардақтылар, тағы да айтам, Алланы таныту арқылы сіз өміріңізді рахат күйге бұл дүниеде түсіресіз, оған қияметте түсіресіз. Ең негізгісі сол жақ. Сол үшін бала сіздің жақсылығыңызды түсінеді, уақытын түсінеді, бірақ ол кеш болады, өте кеш болады. Сіз бұл өмірде болмауыңыз мүмкін, бұл өмірде болсаңыз да оның қадірін бағасын білмеуіңіз мүмкін. Сондықтан балаларыңызға Алланы танытыңыздар. Енді кеттік ары қарай. Бұл халде не істейміз?
Енді болары болды. 13-тегі бала ол отау иесі болып қазақта, немесе 13-тегі мүшелді бекерден бекер қазақ бөліп жарып шығармаған. Себебі 13-те бала қалыптасып, мен де осы халге жетем дегенде сіз табылмағансыз қасында. Сіз жұмыстан табылғансыз, сіз айфонмен табылғансыз, сіз ақшамен табылғансыз, сіз анда-санда құшақтап яки каша пісірумен табылғансыз. Болары болды ма, өтері өтті. Енді Алланы осы жерде мейірімдік, мына енді балаға мен оқыттым деместен, осының барлығын енді Құдайға айтасыз. Бұл сіздің бірінші шагыңыз. Яғни өміріңізді сіз өзгертіңіз. Аллаға қарай назарыңды сіз бұрмайынша бала сізге бұрылмайды. Баланың назарын өзіңізге бұрғу үшін бірінші сіздің назарыңыз қыблаға бұрылу керек. Қыблаға бұрылғанда баланың қыбласы қайсы деп сұралғанда баланың қыбласы ата-анасы дейді. Сол ата-анасы сізге бұрылу үшін балаңыз, сіз жүзіңізді Аллаға бұрасыз. Сонда мына направление дұрыс болып шығады. Бұл ма? Одан кейін соңғыларына келе жатырмын. Енді мейірімділік. Бұл 13-тегі қыз нағыз ана жақта берілмаған. Мейірімділік деген сөз құшақтап сүю емес. Біздікілер көп түсінік тек қана мынамен ғана өлшейді. Біз өзі көп нәрсе сол өлшейді екенбіз. Дін десе сақалмен өлшейміз, дін десе намазбен өлшейміз. Дін деген ол тек қана намазды қамтымайды. Иә, намаз соның ішіндегі бір элементтің біреуі, Алла бұйырған, амалдың біреуі. Бірақ біз балаңызға мейірімділік деген сөз барлық нәрседе, яғни жарылып өліп кету деген түсінік емес, тағы да айтам. Балаға дозированный түрде жақсылықтың бар екен, мынадан басталады, мына. Осыдан басталады. Қабақ шытқаныңызды тыйып барып, балаңызға істеген жақсылығыңды міндет қып санамаудан басталады. Осыны